Assalomu Aleyküm assalom balım. aka, men bes oldim. Voy, молодец balam. Jaraysan, bar uyga kir. Kiyim do'sti, ya? Kim ostib bo'lib sizga ko'mektishin ba? Yo'q balam. Sen sabag'ingni o'qi. Sen o'qu keraksin. Sen bilimli bo'l keraksin. Bar uyga kir, sabag'ingni o'qi. Balamdan umidim ko'p. Men saq qiynalmasa ekan. Aka, men saboqqa ketdim. Yaxshi borib qo'yt balam. Unutib ketding. Ha? Allah tağala ziyndaşsın. Tölle belejalardan öz saqtasın balam. Oğlum, yaxshi borib qo'yt balam. Yaxshi borib qo'yt. Aka, bir suvoq qo'ysam bo'ladimi? Qo'y balam. Nega biz boshqalar сияқты o'ynashmaymiz? Qalay boshqalar saqta? Nega bizning ko'rimiz yo'q? Nega bizning uyimiz eski? Qachon biz to'yib tamoq yeymiz? Balam, егер sen sabag'ingni yaxshi o'qisan, yaxshi bilimli olатын bo'lsang, yaxshi kunlarga jetamiz, Xudoy xolasa. Sen tek qana bilimingni ol, sabag'ingni yaxshi o'qi. Tushundingmi? Aka, sizlar yaxshi o'qib ketasiz. Ya balam, Xudoy xolasa yaxshi o'qib ketaman. Qanday жағдай bo'lmasin, sen bilim ol, sabag'ingni o'qi. Jaraymi? Basına qanday sınaq kelsa de, bilim alып to'xtatma. Tushundingmi ya? Bilimga ol. Осы bilimмен sen бүкіл жақсылықтарға жетесің. Tushundingmi? Men бүкіл өмірімде senin bilimli болуың үшін Құдайдан сұрағам. Тек қана білім ал балам. Қор болмайсың. Мен түсіндің ғой, ya? Түсіндім. Алло, досым қаяқтасың? Мен зор жерге жұмысқа кірдім ғой. Жол қаяқта, айтам ғой, жол қаяқта қаяқтасың? О, досым, ассалаумалейкум. Досым, Ассалам. машина алдым ғой досым. Жаңа машина досым. Құтты болсын. Саған досым, өте қуаныштымын ше. Мен де қуаныштымын сен үшін. Иә, досым, осының барлығы әкемнің арқасы деп ойлаймын ше. Ол кісі әрдайым мен үшін дұға жасайтын еді, маған мотивация беретін еді, білім ал, оқы деп айтатын еді. Осы қызықтарды әкем марқұм көрмеді бауырым. Бірақ әкем үшін не жақсылық жасасам болады, досым? Әкем үшін не істесем болады? Досым, сен үшін өте қуаныштымын. Оның жауабын бір кісі біледі. Жүрсей соған алып барайын сені. Иә? Иә, жүрсей. Әкеңізге жәннаттан қасыр соғып беруді қалайсыз ба? Қасыр? Иә. Ондайда жақсылық істеуге бола ма, молдаға? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Мен бана лиллахи масжидан баналлаха қасран фил жаннах" деген хадистері бар. Я сіз әкеңіз үшін дүниеде жақсылықтар өте көп. Көпір, жол салу, мектеп салу деген сияқты жақсы амалдар көп. Артынан сабап барып тұратын. Бірақ олардың ішінде ең жақсысы, ең қайырлысы, сауабы үнемі үзілмейтін сондай бір жақсы амал бар. Ол амал, яғни сіз Алланың ризалығы үшін мешіт салып беретін болсаңыз, немесе медресе салатын болсаңыз, қарилар дайындайтын орталығы, сондай бір жақсы амалдар істесеңіз, Аллах субханала тағала сіздің әкеңізді қабірін жәннат бақшалардан, бір бақшалардан ашып беріп, қияметте ол кісіге жәннаттан қасыр тұрғызып береді иншалла. Аллах субханала тағала сондай қасырлардан сіздің әке шешеңізге, бүкіл мұсылмандарға Алла нәсіп етсін. Әке, Алла сізді мейіріміне бөлесін. Қабіріңізді нұрландырсын, әке. Менің осындай дәреже жетуіме сіздің тәрбиеңіз, сіздің дұғаңыз, әттең сіз тағдырыңыз қысқа болып, бұндай жақсылығымды көре алмадыңыз. Әке, мен сіз үшін артыңыздан барып тұратын сауаптың барлығын жасаймын, әке. Сіздің жәннатқа кіргеніңізді қалаймын, әке. Осындай дәрежеге жеткіздіңіз сіз. Мен де қызмет етемін. Алла үшін, әке. Бұл өмірден ертелі кеш кетеріміз хақ.
ал артымыздан бізді еске алып отыратын, біз үшін сауап бағыштайтын ұрпақ қалдыру үлкен жеңіс. Ал өмірден өткен жақын адамдарымыздың атынан сауап бағыштайтын амал жасадыңыз ба? Артыңыздан келе жатқан ұрпақтарыңызға Алланы таныттыңыз ба? Аллахтың разылығы үшін Түркістан облысы Мақтаарал ауданында Гүлістан ауылында 100 балаға арналған қарилық медресе құрылысы жүріп жатыр. Ал енді бұл медреседе сіздердің ұрпақтарыңыз қияметке дейін білім алса, зиялы қауым, мықты ұрпақ, білімді, батыр, елді, жерді қорғайтын, мықты азаматтар шығатын білім ордасы болмақ. Аллахтың разылығы үшін құрылысқа көмек сұраймыз. Егерде құрылысқа күмәніңіз болса, көрсетілген мекенжайға келсеңіз болады. Мына көрсетілген нөмір Абдурауф ұстаздың нөмірі. Қоңырау соғып көз жеткізсеңіз болады. Берген садақаларыңыз қабыл болсын. Аллах сіздерден разы болсын.